Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен бірге 9-шы сыныптан қазақ әдебиеті пәнінен Шоқан Уәлихановтың өмірі мен шығармашылығына, зерттеу жұмыстарына арналған тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Ендеше бірінші тапсырмаға кіріссек, бірінші тапсырма Шоқан Уәлиханов кім? Ғалым Кенжебаев Шоқан туралы қандай пікір білдірген дейді. Шоқан Уәлиханов қазақ халқының тұңғыш ғалымы, қазақтың ең алғаш Еуропаша оқып, жоғары дәрежелі білім алып, ғылым қызметіне араласқан адам. Ол қазақ халқын Еуропа, батыс мәдениетін жетілдіру жолында көп қызмет еткен. Қазақ халқы мен орыс халықтарының тағдырлас екенін біліп, солардың туысқандық достығын көксеген ағартушы демократ. Шоқан шығармаларының қатарына Абылай, шаман дінінің қазақ арасындағы қалдықтары, елдегі мұсылманшылдық туралы, қырғыздар туралы қолжазбалар, жоңғар очерктері, қазақ шежірелері, құлжа күнделігі сияқты шығармаларды жатқызуға болады. Ал Бейсенғали Кенжебаев Шоқан өзінің туған елін, туған жерін мейлінше сүйген. Ол өзінің туған елі, туған жері туралы сұрағанда, мен алдымен өзімнің қазақ халқымды, одан кейін бүкіл адам баласын сүйемін. Егерде орыс қазақты ұрып жатса, қазаққа болсам, француз орысты ұрып жатса, орысқа болсам дейді екен. Екінші тапсырма мақаланы оқып түсінгендеріңді жинақтап, Шоқан әдебиетші, Шоқан ғалым деген тақырыптар бойынша әйгілі тұлғаның қазақ әдебиеті мен ғылымына қосқан үлесі жайлы айтып беріңдер дейді. Енді мен сіздерге Шоқан ғалым деген тақырыпты кішкене пікір жазып көрсеттім. Шоқан газетте оқып жүрген кезінде де, қызметте жүрген кезінде де Күншығыс, Орта Азия, Қазақстан тарихын көп зерттеді. Ол қазақтың мақалдары мен аңыз әңгімелерін, Күншығыс философиясын жақсы меңгереді. Жолдастары шеше алмаған мәселелерді жүйелеп шешетін, көп реттерде терең ғылыми, жаңа пікірлерді айтатын дәрежеге жетеді. Сондықтан Шоқанды ұстаздары Күншығыс тарихы жөнінде зор жаңалық ашатын үлкен ғалым болады деп ойлайды. Шоқан Уәлиханов 1860-61 жылдары Петерборда болады. Сонда ол бір жағынан университеттің шығыс бөлімінің сабағына қатысып, білімін тереңдетеді де, екінші жағынан Қашқар жағынан жинап зерттеп қайтқан материалдарын ғылыми жүйеге түсіріп кітап етіп жазады. Қытайдың Орта Азияның картасын жасасады. Осы уезде ол қазақ жайлы біраз еңбек жасады. Үшінші тапсырма мақала қай стильде жазылған дейді. Енді бұл мақаланың жазылу стиліне қарап отырып, публицистикалық стильге жатады деп жауап беруімізге болады. Төртінші тапсырма берілген пікірді негізге ала отырып, Шоқанның арманы тақырыбында шығарма жазыңдар дейді. Қазақ әдебиетінде аққан жұлдыз жас әрі ғалым Шоқанның бар арманы елге қызмет ету, жұмбақ даланың сырын ашу еді. Шоқан Уәлиханов туралы сөз болғанда, оның қай қасиетіне баға береріңді білмейсің. Өйткені ол ғалым, ол суретші, ол саяхатшы, ол саясатшы, ол әдебиетші. Ал бары белгілісі, ол өз уақытынан ерте туған, ерте сөнген аққан жұлдыз. Ғалымның ашсам екен, көрсем екен, білсем екен деген арманы таусылған ба сірә. Дәл солай омбы кадет корпусының жас ғалымның арманы сан қилы шартарапты шарлаған саяхат еді. Аңсағаны Орта Азияда ашылмаған жерлерді ашу. Осылайша бірнеше саяхат жасады, сапарлады. Шоқан өз өмірінде халқының елдік қасиетін көтеріп, мәдениеті жоғары елдермен терезесі тең дәрежеге жетуді армандады. Бүкіл адам қоғамының теңдікке жетуін арман етті. Шоқанның Орта Азияға саяхаттау арманы ол қазақ халқы ғана емес, тарихы тамырлас, тілі де, діні де бір Орта Азия халықтарының бірге өсіп, бірге дамуына өз үлесін қосу еді. Арманын орындау қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырында тағдырында жазылыпты. Бесінші тапсырмамыз ғалымның Шоқан туралы мақаласында қандай әдеби тарихи деректер келтірілген. Енді мен сіздерге Шоқанның мақалаларының ішінде ең бірінші қазақ тарихына арналған мақаланы келтірдім, және де Шоқанның тек тарихшы ғана емес, әдебиетші екенін дәлелдейтін бірнеше деректерді келтіріп өттім. Тапсырма Орта Азия халықтары тұрмысын зерттеу барысындағы Шоқанның идеялық стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасаңдар. Атақты ғалым
ғалым, кемеңгер, ойшыл, от жалында азамат, ер жүрек саяхатшы Шоқан Уәлихановтың есімі жұртшылыққа мәлім. Ол Орта Азия мен Қазақстанды зерттеудегі асқан ұлы еңбегімен дүние жүзіне аты шықты. Шоқан өзінің саяси көзқарасында халықтың еркіндігін, бостандығын, прогресшіл жолмен дамуын көксеп өткен, осында биік мақсатты арман етіп, сол мақсаттың жүзеге асуына өз еңбегін үлес қосқан туған халқының жарқын болашағын тілеген және бұл халыққа жарқын жолға түсудің дұрыс бағытын көрсеткен ғалым болды. Оқушылар, сіздерде 7-ші тапсырма мақалаларды бөлімдерге бөліп ат қойыңдар деген. Одан кейін мақаланы жазғандағы автордың стиліне баға беріңдер дейді. Енді мақаланы бөлімдерге бөлу ол қиын емес деп ойлаймын. Мақаланы яғни өз түсініктеріңіз бойынша баяндап бересіздер. Ал автор стиліне келетін болсақ, әрине автор бұл мақаланы публицистикалық стилде жазған деп жауап береміз. Ал 8-ші тапсырма мақала мазмұны негізге ала отырып, жарық жұлдыз тақырыбына шығарма жазыңдар. Ұлы ағартушы, демократ, қазақтың ғұлама ғалымы, шығыстанушы, тарихшы, фольклорист Шоқан Уәлиханов қазақ мәдениеті мен әдебиетінің тарихында ерекше орын алады. Аса дарынды қазақ халқының ғалымы және ағартушының өмірі мен қызметі ерекше таңғалдырады. Өзінің қысқа ғана өмірінің ішінде ғылым саласында орасан зор табыстары, сол кездегі өзінің орыс достары мен жолдастарын, орыс ғалымдарын таңғалдырды. Тіпті ол туралы ұлы қазақ ақыны Абайдың өзі құйрықты жұлдыз секілді тудыда көп тұрмады, көрген білген өкінді, мен тағар жан болмады дейді. Бала Шоқанда әкесінің сол кездегі ең таңдаулы оқу орны Сібір кадет корпусына оқуға беруі ең дұрыс шешімдерінің бірі болды. Оның келешегі үшін бұл оқу орнының атқарар рөлі зор болды. Кадет корпусында Шоқан өзінің зеректігімен көзге түскен ең алғыр оқушылардың бірі бола білді. Осы оқу орнының соңғы жылында Шоқан саналы, терең ойлы, жан-жақты білімді, өзіндік көзқарасы қалыптасқан, туған халқының қажет мұқтажын пайымдап, түсіне алатын, еліне пайдалы қызмет етуге әзір екендігін таныта білді. Шоқан қазақтың шоқ жұлдызы болды. Шоқан қазақтың шоқ жұлдызы болып қала береді де, өйткені оның әр сөзі мен сыны, сабағы мен жинағы мәңгілік. 9-шы тапсырма Шоқан зерттеулерін заманауи тұрғыдан талдап, жаңа жылдығына баға беріңдер. Шоқан Уәлиханов этнограф, тарихшы, зерттеуші. Өз кезеңінде ол бір қатар орыс ғалымдарының оң бағасына ие болып, тарих ғылымына ғана емес, барлық ғылымдарда өзіндік орынға ие болды. 19 ғасырдың Қазақ-қырғыз тарихына байланысты этнографиялық деректер, суреттер, сол ауданның табиғаты жөнінде көптеген мәліметтерді бере алды. Ол қазіргі Қазақстанның барлық аудандарына саяхаттап, Алашахан мазары, Аяққамыр кесенесі туралы жазды. 1856-57 жылдар аралығында ол қырғыздар туралы жазбалар, қазақ шежіресі атты мақалалар мен еңбектер жазды. Аталған жазбаларда Батыс Сібір, Орта Азия, Қазақстан халықтарының тарихы жайлы мәліметтер, қазақ халқының тарихи әңгімелері, рулық аймақтарда қоныстанған тайпалар, экономикалық және әлеуметтік жағдай, мәдениет пен салт-дәстүр туралы көптеген ерекше мағлұматтар берген. 10-шы тапсырма мақала идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, Шоқан зерттеуші тақырыбына әдеби эссе жазыңдар дейді. Қазақтың әр алуан ғылым көкжиегінде өшпес із қалдырған мәңгі жарық жұлдыздар шыңында қазақ ұлтының абзал перзенті Шоқан Уәлиханов та бар. Оның философия, этнография, тарих, фольклор, әдебиет теориясы жайлы құнды еңбектері мен пікірлері ұлттың тұтас құндылығына бағалауға тұрарлық шығарма. Дәл осындай бағалы шығармалар қатарына ғалым Шоқанның жазып алған шығармаларының бірі Қозы Көрпеш, Баян сұлу жырын жатқызуға болады. Сонымен қатар орталық Қазақстанды Жетісу мен Тарбағатайды аралап, қазақ халқының тарихы мен әдебиетін зерттеді. Әдебиет мәселелер жөнінде Шоқан сол кездің өзінде көптің пікірлер айтқан ғалым. Қазақ халық поэзиясының түрлері деген зерттеу еңбегіне тоқталсақ, мұнда Шоқан халықтың әдебиетіне, оның қоғамдық, әлеуметтік өміріне тығыз байланыстыра қарайды. Ғалым Шоқанның әр еңбегі қазақ халқының баға жетпес бай мұрасы.
11-ші тапсырма қазақ әдебиеті зерттеулерін негізге ала отырып, мұғалімнің көмегімен қырғыз орыс әдебиетіндегі Шоқан туралы деректермен салыстыра талдап шағынсын мақала жазыңдар дейді. Енді 11-ші тапсырма бойынша мен оқушылар Шоқанның қырғыз әдебиетін зерттеудегі үлесін туралы сіздерге жазып өттім. Зер салып қарауларыңызға болады. Оқушылар Міне Шоқан Уәлихановтың өмірі мен шығармашылығына арналған 1 мен 11 аралығындағы тапсырмаларды сіздермен дәл осындай жолда орындадық. Сабақты сіздер міндетті түрде соңына дейін көрдіңіздер деген сенімдемін. Егер оқушылар сіздер менің YouTube каналыма тіркелмесеңіздер, онда міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Өйткені мен жыл аяғына дейін сіздермен осындай сабақтармен бөлісіп отырамын. Сондықтан жаңа сабақтарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Және де подписаться деген сөздің қасында қоңыраушаның белгісі бар. Сол белгіні де жазып қойыңыздар. Өйткені мен қалай жаңа сабақ шығарамын YouTube-ға, сол кезде сіздер сол уақытта бірден хабар ала аласыздар, соны жіберіп алмайсыздар. Және де оқушылар осындай сабақ соңына дейін шықсын десеңіздер, онда міндетті түрде менің әр шыққан видеома лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар дегім келеді. Және де өзге де оқушылармен де бөлісіңіздер. Ал баршаңызға мен сәттілік тілеймін. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі сабақта кездескенше.